Әрине сәлем достар, сіздермен мен блогер Мұхаммед, және бүгінгі видеода достар челлендж емес, және де влог емес достар. Менің бір ағаш үйім бар еді, соны таныстырып өтемін сіздерге. Міне осыны таныстырып өтетін боламыз. Ал кеттік. Короче достар, мына жақтан мінеді бірінші. Ой, мен бүйтіп қойып алмайын, тоқтайын. Достар, бұл шығу кішкене қиындау екен, қолымда камера тұрғаннан кейін шығып жатырмын қазір. Әрең шықтым ғой достар. Короче, міне осындай. Короче, мынау мен жасаған өзім ағаш үйім. Яққа андай тақтай заттарды қояды. Короче, болды, осындай. Осы жерге келіп рахат жатса болады, да? Осындай әйтеуір бір ағаш үйім жасадым, өз қазақ блогермен жасадым. Ал достар, жататын кезде кәдімгідей өстіп жатады. Төбеде андай ағаштар бар. Рахат өстіп жатыр. Достар, мен бұл видеосын түсірмедім. Неге түсірмедім десеңіздер, достар, бұның онша уақыт болмай қалды. Неге? Бұның әлі жасалуы бар, мынандай төрт жағынан андай ағаш қойымда, мысалы, мына жағына біреу, ана арт жағына, мына жағына біреу көтеремден андай үстіні сүріп шипірмен жауып қоямын да, соны видеоға сіздерге түсірем. Ақтан қазір емес, қазір әшін таныстырып өтем дегенім сияқты. Міне мыналарын жасадым, содан кейін достар андай шығып түсетін баспалдағы. Достар, ағаш үй әдемі болса лайк басыңыздар. Достар, келесіде қандай видео түсірейін комментарийге жазып кетіңіздер. Любой видео түсіре берем. Сіздер айтсаңыздар түсірем. Қандай видео түсірейін келесіде. Осымен видео аяқталды достар. Ағаш үйім сіздерге ұнады деп ойлаймын. Астында бір көрсетіп жіберейін. Асты осындай. Достар, короче, осы видеоға 40 немесе 30 лайк жинасаңыздар, сіздерге үлкен рахмет деймін. Достар, біз 1500-1600 подписчикке жеттік, өте үлкен рахмет. Одан да үлкен жете берейік. Ал осымен видео аяқталды. Каналға лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Ал сау болыңыздар. Ағаш үйім.